Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай творожный пирог жасаймыз. Мискамызға бөлме температурасындағы сары май, шекер, қаймақ, бір жұмыртқаның сарысын салып, ұнды салып, разрыхлитель салып, жақсылап араластырып аламыз. Нәтижесінде осындай қамыр шығады. Енді сүзбе 3 жұмыртқа, шекер салып араластырып аламыз. Блендердің көмегімен бір қалыпты сұйық масса болғанша араластырамыз. Қамырымызды формамызға бір қалыпты қылып жайып аламыз. Ішіне жаңағы дайындаған салмамызды саламыз. Қалауымызша ішіне жидек салып шығамыз. Мендегі бұл мұздатылған шие. Духовкаға 180 градусқа 40-50 минутқа қойып аламыз. Нәтижесінде осындай пирог пайда болады. Ас болсын.